айтасың? Жақсы, оқушылар, жақсы. Енді мұнда шығып, қазір топқа бөлінеміз, кімге қандай асық түседі, сол топқа барады. Жақсы ма? Сендерден бастаймыз. Бір асықтан аласың. Жоқ, аламын. Жақсы. Енді осылай топқа бөлінеміз. Кімде ақ асықтар, ақ түсті асықтар, олар мұнда болады. Сенде қандай қызыл, сен қаласын. Сен кітабында аласың да, сүр бізде сүрлер, мына топ, бізде қамбар, атая, сен мұнда келесің, сен аласың да, зеңді баба. Жақсы, сен қызыл, мұна жерге отырасың. Зеңді баба боласың, сенде шолпанандар, сенде қызылма, сенде қызыл, және мұнда ядаш қызыл. Орналасайық, отырамыз. Так, енді үй тапсырмасын тексереміз. Мен сендерге үй тапсырмасына өткен сұрақта бізде жылқы, ер қанаты тақырыбы болды, Енді қазір сұрақтарға жауап беру арқылы біз сендермен жаңа тақырыпқа шығамыз, Басталымыз. Бірінші сұрақ сендерге. Қазақ халқы жылқыны қандай жануар деп есептейді? Киелі жануар. Жақсы, киелі жануар. Қараймыз қазір, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс, Екінші сұрақ. Жылқының қандай қасиеттері қазақ халқы үшін маңызды болып табылады? Айтамыз. Жақсы, қазір қараймыз, дұрыс па, дұрыс емес па? Жақсы, дұрыс, Үшінші сұрақ. Жылқының жасы мен денсаулығын ат белгілер қалай анықтайды? Түсіне қарап, жақсы, өте жақсы. Келесі сұрақ. Жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл кімдерден қалған бізде? Жақсы, өте жақсы. Келесі сұрақ. Қазақ халқы жылқыны қандай қасиетке ие жануар ретінде бағалайды? Ердің жан серігі, Дұрыс. Қандай жылқылар елдің аңыз ертегілерінде жиі кездеседі? Күшті тұлпарлар. Жақсы. Келесіге жауап береміз. Жылқының көру ерекшелігі туралы қандай мәлімет берілген? Жақсы. Мәтінді білеміз, берілген. Қазақ халқының жылқы қатысатын қандай жарыстар мен ойындар бар? Өте жақсы. Жылқы қатысатын қандай ойындар мықтылықты анықтайды? Жақсы. Ең соңғы сұрақ қазір. Жылқының көзі туралы не айтылған осы мәтінде, берілген мәтінде? Түнде жақсы көреді. Жылқы түнде жақсы көреді. Жақсы. Енді қараймыз мына суреттерге. Мына суреттерде нелер бейнеленген? Жануарлар. Қандай жануарлар? Жақсы. Олар қандай жануарлар? Қандай жануарларға жатады? Жабайы жануарлар ма? Үй жануарлары ма? Үй жануарлары. Тағы да осы жануарларды, үй жануарларды қалай деп атауға болады?
айта ғой. Қалай? Төрт түлік деп атаймыз, Жақсы, төрт түлік деп атаймыз. Енді мен сендерге қазір сабақтың мақсаттарын көрсетемін. Сендер сабақтың мақсаттарын мен бірге анықтаймыз, Қараймыз осы бірінші мақсатқа және екінші мақсатқа, Оқимыз өзінше, содан кейіндағын айтамыз. Осы сабақта біз қандай мақсатқа жетуіміз керекпіз? Так, диалогке қатысамыз, жақсы. Диалогке қатысқанда не істейміз? Не істейміз біз? Сөйлеуші, тыңдаушы позиция ауыстырамыз, жақсы. Екінші мақсат бойынша не істейтін боламыз? Жинаймыз және презентация бізде постер болады, оқушылар. Постер түрінде біз оны ұсынамыз. Жақсы. Енді сендерге бірінші тапсырма, оқушылар. Бірінші тапсырманы бастамас бұрын мен сендерге осындай сендердің сөйлемдерде алдарында осындай бағалау парағы жатыр. Бүгінгі сабақтың бағалау парағы осымен өтеді, Қазір әр тапсырмаға мен сендерге айтып отырамын. Қанша балл сендер қойып отырасыңдар, Және топтық жұмыс болғанда мен сендерді осы бәйге әдісімен бағалайтын боламын өзім. Жақсы ма? Так, енді қазір сендер өткен сабақта және мына жаңа сабақта бірге біріктірген жасанды интеллектпен мәтін сендерге беремін. Сендер ол мәтін сендерде оқулықтарында жоқ. Сендер осы мәтінді тыңдайсыңдар, осы мәтін арқылы сендер диалог құрастырасыңдар. Диалог құрастырғанда сендер жұппен құрастырасыңдар. Бұл жұптық жұмыс. Жақсы ма? Міне, Эльнур мысалы Айзарамен, Аня, Асылжанмен, Ева, Дашамен құрастырасыңдар, Сендер екеулерін, Раминамен бірге, және сендер қыздар, Так, дәптерімізді ашамыз. Дәптерге бүгінгі күнді жазып алыңдар. Диалогты, сұрақтарды, жауаптарды сендер жазасыңдар дәптерге. Ақпанның 21-і сынып жұмысы. Біз бүгін төрт түлік айттық, анықтадық, бірақ біз мына сабақта төрт түліктің пайдасына негізделеміз, Дайынбыз ба? Жақсы, онда тыңдаймыз және диалог құрастырамыз. Қазір ол емес. Албасын қорғап, сақтап көбеюіне септігін тигізген. Халқының ұғымында әр түліктің өзінің түрі иесі болған. Олар мал басын қорғап, сақтап көбеюіне септігін тигізген. Мысалы, түйенің түрі ойсылқара, қазақ халқы түйенің көз деп шақырған. Түйенің түрі бота, жылқының түрі қамбар ата. Қазақ халқы жылқыны құрау деп шақырған. Жылқының түрі құлын. Ал сиырдың түрі зеңгі баба. Сиырды ахау деп шақырған. Сиырдың түрі бұзау. Қойдың түрі шобан ата. Қойды пұшай деп шақырған. Қойдың түрі қозы. Ешкінің түрі сексек ата. Ешкіні шөре деп шақырған. Ешкінің түрі лақ. Жақсы. Енді қараңдар, оқушылар. Сендерде әр стөлде осындай қоңырау бар. Бір жұп орындаса, онда қоңырауды басасыңдар. Демек, басқалары да аяқтайды. Жақсы ма? Тағы да бір рет тыңдатамын. Сендер жазасыңдар, бірге жұмыс істейміз. Қазақ халқының ұғымында әр түліктің өзінің түрі иесі болған. Олар мал басын қорғап, сақтап көбеюіне септігін тигізген.
Мысалы, түйенің түрі ойсыл қара, қазақ халқы түйенің көс деп шақырған. Түйенің төлі бота, жылқының түрі қамбар ата. Қазақ халқы жылқыны құрау деп шақырған. Жылқының төлі құлын. Ал сиырдың түрі зеңгі баба. Сиырды ахау деп шақырған. Сиырдың төлі бұзау. Қойдың түрі шобан ата. Қойды пұшай деп шақырған. Қойдың төлі қозы. Ешкінің түрі сексек ата. Ешкіні шөлі деп шақырған. Ешкінің төлі лақ. Бір-екі минут ойланамыз. Екі минут өткеннен кейін мен өзім қоңырау соғамын, иә? Болды. Енді қалай тексереміз, иә? Сендер орында отырып, бір-біріне диалогты айтасың. Позицияны не істейміз? Ауыстырамыз. Жақсы. Сен әлімен бірге, сен жасменмен. Так, кімді шақырайын бұда? Мұнда кім шығады? Диалогпен. Сендер шығасыңдар ма? Шығыңдар. Так, сендер бір-бірімен, иә? Жарты дауыс, иә? Жарты дауыс сұрақ қоясын, жауап бересің. Жауап бересің, сұрақ қоясын, жасыма. Бастаңдар. Так, позициялар ауыстырды, иә? Композицияларды ауыстырды. Сұрақ жауап бар сендерде. Кем дегенде 4 болу керек, иә? Онда 2 балл қоямыз. 4 сұрақ, 4 жауапты сендер білесіңдер. Әр сабақта оны жасаймыз, иә? Орындаймыз. 2 балға 2 балл қоямыз. Жақсы. Енді сендер оқулықтарымызды ашамыз. 61-ші бет 4-ші тапсырмаға қараймыз. 4-ші тапсырма. Аштық па? 61-ші бет 4-ші тапсырма. 61-ші бет 4-ші тапсырма. Қазір мен сендерге мәтінді, тыңдау мәтінді қосам. Сендер бірге, осы мәтін бар сендерде, иә? Сендер бірге осы тыңдаумен бірге оқисыңдар, иә? Өзінше, жақсы ма? Сендер оқулықтан оқисыңдар, бірақ тыңдайсыңдар. 4 түлік малдың ең қасиеттісі түйе болып табылады. Қазақ халқы түйені дала кемесі деген. Ол шөлге шыдамды, жүк артса көлік, жесе ет, ал жүні киімге жараған. Қазақтар түйенің жүннен жұмшағандар киген. Ол жеңіл, жұмсақ әрі қыста жылы болған. Тағы түйенің жүннен тек жамылғы көрпелер жасаған. Аяқ асты тастауға болмайды деп төсеніштер жасамаған.
Түйенің шудасы қайнатып емге пайдаланған, ал терісінен ер қаптаған. Ал сүтін болса емге пайдаланған. Сүті қою, құнарлы. Сүтінен шұбат, құрт, балқаймақ тіпті жасаған. Сиыр малы қазақтар көбінесе тамаққа жарған сиырды кейде көшке, егіске пайдаланып отырған. Сиыр да үйдің берекесі, айран сүттің көзі, отбасының асыраушысы ретінде қадірлі мал болған. Ертеде сиыры жоқ үй ас ауқаты жұтаң болып есептелген. Ертеде сиырдың терісінен құдықтан су тартатын қауға ыдыстар, қымыз аштарын сабалар, сусын құятын торсықтар жасаған. Тіпті сиырдың тезегін отын ретінде егіншілікке пайдаланған. Ал мүйізінен тарақ жасаған. Қой төрт түліктің ішіндегі қазақтың сүйіктісі мал өсірсе қой өсір, пайдасы оның көл көсір деген қазақ атамыз. Өзі тал, тез ет алып қонаққа келе жарап отыратын, сүті майлы, жұғымды. Қой мен ешкінің иленген терісі түрлі сырт киім мен аяқ киім тігуге пайдаланған. Қойдың жүнінен киіз басып, жіберіп, баулар жасалады, кілемдер, текеметтер тоқылады. Қазақ халқы қой мен ешкіні уақ мал деп атайды. Ешкі де өзімтал мал. Ешкінің еті жеңіл, әрі сіңімді, сүті өте құнарлы. Ешкінің сүттісін арнайы ұстап, ана сүтіне жармаған баланы ешкі сүтімен асыраған. Ешкінің серкесін әрдайым қойдың отарына қосып отырады, оның бүкіл отарды бастап, жайылымға апарып әкелетін қасиеті бар. Ешкі жеңілдек мал деп есептелген, мінезі ұшқалақ, шыдамсыз баланы ешкі құсап серпеңдетте ешкіге теңеп отырады. Тағы ешкінің жүнінен түбіті орамалдар тоқиды. Ол жылы әрі жұмсақ болады. Қазақтың қасиетті малдарының бірі жылқы. Ат ер қанаты. Жылқы жүйрік әрі өте төзімді малыны сал мінуге күш көлік ретінде пайдаланады. Сайын далада ұшқан құспен жарысып, халық үшін атқа мініп жауға шапқан батырларымыз да аз емес. Қымызды емге пайдаланған, бойынды қыздырып қысты күні жылы әрі жұғымды болады. Жылқының жауынынан, құйрығынан арқан жіп есілді, етіне қазы, қарта, жал жая жасайды. Енді мен сендерге осы мәтін бойынша жеке жұмыс беремін. Жеке жұмыста деңгейлік тапсырмалар. Сендер өз деңгейіне таңдап, осы тапсырмаларды орындайсыңдар. Кімге ыңғайлы бірінші деңгейді, ол бірінші деңгейді орындайды. Кімге үшінші, ол үшінші деңгейді. Бірақ тапсырма орындаймыз. Мен сендерге 2,5 минут, 3 минут беремін. Жақсы ма? Бастаймыз. Мұқият болды. Мәтін аударында. Дискриптарлар бар, сендер де сөзіңізді білесіңдер.
енді кім үшінші деңгейді таңдады, кім орындады? Үшінші деңгей тапсырмасын. Қолымызды көтереміз. Үшінші деңгей кімде? Так, Жасмин. Үшінші деңгей ме? Үшінші және екінші. Жарайды, үшінші деңгей. Үшінші, Ева сен қаш? Үшінші ме? Үшінші деңгейді орындағандар мына жерге жиналамыз. Жиналыңдар мына жерге. Екінші деңгейді кім орындады? Екінші сен қаласың анда, анда боласың. Екінші деңгейді мында келеміз. Бірінші деңгейлер кім? Осында келеміз. Бірінші деңгей. Так, сендерде барлықтарыңызда екінші деңгей ме? Екінші деңгей. Сенде үшінші деңгей ғой, Даша. Мына жаққа шық. Сендер бір-біріңізді тексересіңдер. Қараймыз экранға, Үшінші деңгей. Тексереміз. Үшінші деңгей бір-бірімізді тексереміз. Дұрыс ақпарат болса, мына барлығы дұрыс сендерде болса, онда сендер өздеріне бір балл қоясыңдар. Жақсы ма? Үшінші деңгей болдыңдар ма? Жақсы. Енді екінші деңгей. Жоқ, екінші деңгей тұрыңдар. Мен сендерге кілтін берген жоқпын ғой. Екінші деңгей тексереміз. Міне тексереміз. Экран бойынша өздеріңіз бір-біріңізді тексеріңдер. Плюс, минус қоясыз, Так, сендер болыңдар ма? Бір-бірін тексеру. Жақсы болды ма? Қазір бір екеуін шығарамын, Так, үшінші, екінші деңгей болды, орнымызға ораламыз. Орнына бар. Үшінші деңгейде бәрі дұрыс болса, онда бір балл қосамыз, бәйге бағалауға. Сендер екінші, бәрі дұрыс па? Онда екінші, 2 балл қоямыз, Екі балл қоямыз. Ал бірінші деңгейді орындағандар, кім шығады мұнда? Так, Аня шыға ғой және Елнұр шығындар. Так, біз енді сендерді бағалаймыз, Жақсы. Кім бастайды? Елнұр бастап, содан кейін ай. Мен мал өсірсем, қой өсір, пайдасы оның көп өсір деген себебі қойдың пайдасы өте көп. Мысалы, менің әкемде қой бар. Қойдың еті өте дұмды. Қойдың жүнінен киіз басып, жүк үйіріп, бау жасаған, кілем текеме тұтқан. Сондықтан мал өсірсем, қой өсір, пайдасы оның көп өсір. Жақсы, отыра ғой. Бірақ жалғауларды қайталау керек, саған? Үші балл қоямын. Аня. Мал өсірсем, қой өсір, пайдасы оның бұл көсір мен кәнесемін бұл мақал қайдың өсімтал әрі пайдалы мал екінің білдіреді. Еті сүті жүні мен терісі бары де пайдалады, сондықтан қой өсіру тиімді. Өсіру тиімді, жақсы. Отыра ғой, 3 балл өзіне қоямыз, Бірінші деңгейлер 3 балдан қоямыз, Сіздер тексен Асылжанда бәрі дұрыс па? Елдор, дұрыс па? Онда 3 балл қоясың, саған өзіне. Қойдыңдар ма? Айзара. Қоямыз. Сендер қойдыңдар ма балдарын? Жақсы. Енді сендерде осы мәтін бойынша топтық жұмыс. Мен сендерге, топта сендер жасайсыңдар, орындайсыңдар. Мен сендерге осындай мақсат бойынша бізде постер, жасау білесіңдер. Мен сендерге осындай батманды беремін. Және сендерге осындай суреттерді беремін. Суреттер мұнда бірдей, бірақ сендер тапсырма бойынша өздеріңіз таңдайсыңдар. Қайсысын аласыңдар? Мысалы, сендер қамба ата тобы, сендер жылқының пайдасын құрастырасыңдар постерға, жақсы ма? Тек қана жылқының басқа суреттерін алмайсыңдар, жақсы ма? Іріктенді. Сендер, шоқман ата, сендер ешкі мен
Нені қойдың пайдасын анықтайсыңдар осы суреттерден. Және өздерің қосасыңдар, иә? Тек қана сиырды алмаймыз, иә, жылқыны алмаймыз. Сендердің зеңгі баба, иә, сиырдың, иә? Сендер тек қана сиырдың пайдасын анықтайсыңдар осы ішінен. Жақсы ма? Так, сендерге мен 4 минут беремін. Уақыттас, иә? 4 минут. Мына жерде сендерде осындай маркерлер бар, иә? Қосатын жерге өзіңіз қоса қоясыңдар. Не жетпей жатыр, соны қоса қоясыңдар, иә? Сендерге жылқы керек па? Керек па? Керек еместі алмайсыңдар. Іріктейсіңдер, иә? Жинақтайсыңдар ойларыңды. Тек қана ешкі мен керек па сендерге сиыр? Жоқ. Ет қой. Бұл жая. Мен қараңдар, иә? Так, 2 минутымыз бар. Енді мен сендердің топтарын бағалаймын, иә? Білесіңдер, менде бәйге бағалауға. Ойламашы, мәтін бар ғой, мәтінен неге қарамайсыңдар? Сен алып тұрсың. Так, енді қорғайсыңдар, иә? Сиырдың төліне, қандай пайдасы, иә? Бәрін айтып қоясың. Әрбір адам сөйлеу керек, иә? Бұл біздің ережеміз, білесіңдер, әр сабақта қолданады. Сен неге отырсың? Ол жоқ па? Жоқ. Қаз емес, бұл жая бұл. Жая басқа, иә? Бағымыз, так, аяқтаймыз бәріміз. Аяқтаймыз. Болды, қоңырауға басыңдар. Жақсы. 3-ші топ болды. Зеңгі баба құрды. Так, боламыз енді, отырамыз. Так, 1-ші топ бізде зеңгі баба, я, шығамыз. Қорғаймыз постерімізді. Я бізге қарай көрсет. Жақсы. Бұл постер сиырдың Пайдасы туралы, иә? Сиырдың өте пайдалы себебі ол сиырдың ет өте дәмді. Жақсы. Сиырдың еті дәмді. Сүті дәмді. Сүті дәмді пайдалы, иә, дәрді. Онда
сүтті май береді. Сүттен жақсы май келеді. Сүттен май аламыз жақсы. Сиырдың сүттен ымшық сүттен. Тағы да не айтасыңдар? Сиырдың түрі? Түрлі зеңге бұл. Жоқ, зеңгі баба емес қой. Сиырдың түрі емес, ол түрі ғой, я? Мәтінді тыңдадық қой бірінші тапсырманы. Я, сиырдың түрі зеңгі баба. А сиырдың түрі бұл бұзау. Я? Так, екінші топ. Сендер мына топты бағалайсыңдар. Мысалы қараңдар. Оларға сұрақтарым жоқ болса, ең үздік топ деп есептесеңдер, онда ары қарай ең үздік топ. Немесе сұрақтарым бар болса, мында келесіңдер. Немесе толықтырамын десеңдер, дополнить, толықтырамын десеңдер мынадарды. Онда анда шығасыңдар, бағалаймыз. Бағалаймыз. Ең үздік топ, сұрақтарым бар, толықтырамын. Қайда барасыңдар? Ана, мынадарға шығыңдар. Қандай ебі? Ары қарай, Даша, сен ары қарай шығ. Так, сенде сұрақтарым бар дейсің, Қандай сұрақ қоясың? Сұрақтар жоқ, онда неге мұнда келдің? Ең үздік топ. Ең үздік топқа баршайш. Бар ма сұрақтарың? Жоқ, онда жақсы. Отырыңдар онда. Так, сендердің міне. Сендерді мен беремін. Жақсы. Так, енді сендер екінші топ шығыңдар. Шопанарға. Енді сендер бағалайсыңдар, Айтады. Бір пайдасы суық өте пайдалы және өте заңды. Сүті. Сүт. Сүті Толықтырамыз бәріміз. Тұрмайды. Фарид айтады? қой, суы, құрт. Қой суымен құрт жасай ма? Так, жақсы, кім толықтырады? Қой және ешкі бойынша толықтыратындар ба? Дополнить. Толықтырасыңдар ма? Бәрін айтты ма? Толықтырыңдар. Толықтырамыз. Қойдың еті дәмді. Дәмді. Жақсы. Қойдың жүнінен не істейді? Қойды Қойдың жүнінен киіз басып, әже беріп, бау жасаған күл. Бау жасайды, жақсы. Тегемет. Тағы да киіз басады, киіз үйлеріміз бар. Так, бағалаңдар. Сұрақтарды уже қойды, сондықтан жақсы. Сұрақтар қойылды, отырыңдар. Екінші топ, сендер қайда көрет бағалайсыңдар, айтамыз. Жылқының пайдасы. Жылқының қымыз өте дәмді және пайдалы. Қазы дәмді. Жылқының етінен қазы жасайды. Жақсы. Жылқының еті өте дәмді. Тағы да не істейді? Сүтінен не жасайды? Жылқымен байга ойнайды. Бәйге ойнайды, Жақсы. Жарыстар өткізеді. Тағы да. Жылқының қоры қамбар. Жақсы. Тағы да мынау не сендерде?
Olmaz. Кымыз жасайды сүтінен, иә? Мынау дұрыс па болды, оқушылар? Қараңдаршы. Тарақский ма? Жоқ. Бұл кімнің суреті болды? Кімнің суреті болды? Жоқ, ешкімнің емес. Бұл сиырдың, иә? Сүйегінен жасалады. Так, бағалаймыз, сұрақтарың бар ма? Жоқ. Жоқ, бәрі жақсы ма? Иә. Толықтыратын ештеңе жоқ па? Ең үздік топ. Ең үздік топ па? Отырыңдар. Так, бағалаймыз, иә, бір-бірімізде сендерде дискриптор бар, иә? Дискриптор бойынша, осы тапсырма бойынша сендерге 4 балл. Бірақ 4 баллды ең үздік топ қояды, иә? Сендер қоясыңдар 4 балл. Сендер қоясыңдар 4 баллды. Сендер 2 баллды қоясыңдар. Жақсы ма? Так, енді біздің сабағымыз мәресіне жетуде. Біз қазір сабақты қорытындылаймыз. Сендерде әр үстелде QR жатыр. Я телефондарыңызды алыңыздар. Телефонды аламыз. Алдық па? QR арқылы өтеміз. Жоқ, не сен телефон ала қой. Кірдік па? Оқушылар? Жақсы. Атымызды жазамыз, иә? Әлім кірдің ба? Жоқ па? Телефонымды берейін ба саған? Кірдің, иә? Кірдің. Бірақ Асылжан кірді ғой? QR істемей ма сендерде? Аня кірді. Тездетеміз, Айзара, жақсы. Мында, QR. Әлім кірген жоқсың ба? Міне, телефон. Кесің ба? Мен кірдім. Алшы. Так, болдық, я? Тез. Болдық. Так, 20-ға дейін санаймын. Содан кейін бастаймыз, тездетеміз. Кірдің ба, әлем? Айттым ғой телефонымды ал. Енді отырасың. Не кірдім? Жақсы болды. Сұрақтарға жауап беру арқылы сабақты қорытындылаймыз. Экранға қараймыз. Экранда сұрақтар бар және жауаптың нұсқалары бар. Қараймыз, кім бірінші орында? Дилназ. Келесі. Болды бәйге, иә, бізден?
түсті. Бірінші болып. Рамина, келесі. Әлем. Әлем. Қараймыз. Так, үшінші орын бізде Фаридта. Оған қуып баштаймыз. Екінші орында бізде Рамина. Және бірінші орынға Әлем шықты, я қараймыз. Жақсы, енді қараймыз. Үй жұмысына не берем сендерге? Мәтінді мазмұндаймыз. Ол бірінші деңгей сендерде болады. Екі деңгейді беремін. Екінші деңгейге сендер осы мәтін бойынша диалог құрастырып келесіңдер. Жақсы ма? Жақсы. Енді сендерде әр стөлде, әр партада осындай текеметтер бар. Сендер